Қайырлы күн, мен халықаралық қатынастар және дипломатия жоғары мектебі директорының орынбасары Қабылдаева Толғанай Қайсаровнамын. Бүгін сіздерге біздің мамандығымызды, яғни біздің жоғары мектебімізді таңдаудың 5 маңызды ерекшеліктерін айтып өткім келеді. Ең алғашқы ерекшеліктерінің бірі бұл тәжірибе өту базаларының бірегейлігін атап өтсем болады. Яғни біздің жоғары мектепте тәжірибе базалары өте көп. Солардың бірі Алматы қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының өкілдігі. Бұл жерде біздің студенттеріміз халықаралық деңгейдегі тәжірибе алмаса алады, яғни Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істейтін өкілдер ретінде сол жақта тәжірибе алмасу арқылы халықаралық деңгейдегі жұмыс дағдыларын, Біріккен ұлттар ұйымындағы хаттамалардың жазылуы және тағы басқалармен өте жақсы таныса алады. Екіншісі, бұл халықаралық қатынастар мамандығын бітіргеннен кейін міндетті түрде бәріміз білеміз, бұл сыртқы істер министрлігінде істеу керек. Әрбір студент ол жерде өзінің тәжірибесін алған студент болашақта өте жақсы халықаралық, яғни сыртқы саясатты өте жақсы меңгерген және де дипломатиялық қызметпен, консулдық қызметпен өте жақын таныс болады. Және де біздің ерекшеліктеріміздің тағы да бірі, бұл біздің кафедрамызда ең алғашқы дипломат ханым, яғни Арыстанбекова Ақмарал Хайдаровна сабақ береді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінде істейтін Аренова Алмаш Арыстановна сабақ береді. Бұл біздің кафедра үшін ең мықты жетістіктердің бірі деп айта аламын. Осы ұйымдармен біз тығыз байланыс орната отыра студенттерді жан-жақты дамыта аламыз деп ойлаймыз. Яғни бұл біріншіден халықаралық деңгейдегі саясатпен танысу, өзінің дипломатиялық қызметте, консулдық қызметте, басқа да консулдар мен дипломаттармен қарым-қатынас орнатуда қандай дағдылардың керек екенін меңгере алады. Сонымен қатар біз тек қана бұл салада ғана емес, және де студенттерді ғылыми тұрғыда дамытуға тырысамыз. Яғни студенттерді әртүрлі жобаларға қатыстыру арқылы, ғылыми мақалаларды жазу дағдыларын үйрету арқылы біз көптеген ғылыми институттармен, яғни нақтырақ айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының политология, регионоведение және де регионоведение, аймақтану, яғни институттарымен тығыз қарым-қатынас орната отыра, біз студенттерді ғылыми тұрғыдан да өте жақсы дамыта аламыз деп айтқым келеді. Бүгінгі таңда біздің студенттеріміз ғылыми мақалалар мен халықаралық конференцияларға қатысып жатыр. Барлығымызға белгілі, біздің кафедрамыз жиі ғылыми, яғни халықаралық деңгейде конференцияларды өткізгенді жақсы көреді. Сонымен қатар біздің айта кетерлік ең мықты оқытушыларымыздың бірі Камал Фаблет Каюмовичті айтып өтсек болады. Ол кісі бірнеше халықаралық конференциялардың бастамашысы атанды. Сонымен қатар өзіміздің мектебіміздің, жоғары мектебіміздің жанында аймақтануға қатысты, яғни аймақтық институтта жұмыс жасайды және де бұл болашақта Қазақстанның ғылым саласына да өте үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Біздің білім беру бағдарламасына түскен студенттер міндетті түрде ағылшын тілін тереңдетіп оқытады. Сонымен қатар Қытай және түрік тілдерінде білім алу мүмкіндіктеріне ие. Қазіргі таңда сонымен қатар бізде қазақ, орыс бөлімдерінен бөлек ағылшын бөлімінде де білім алу мүмкіндіктері бар. Біздің мамандықтың кәсіби маңыздылықтарының бірі, бұл мамандықты бітіргеннен кейін біздің студенттеріміз жан-жақты болып шығады. Яғни тек қана халықаралық ұйымдарда жұмыс істемей, халықаралық компаниялардың халықаралық бөлімдерінде де жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар өзіміздің мемлекеттік органдарда, яғни әкімшіліктерде және де магистратура бітіргеннен кейін мұғалімдік қызметте де жұмыс істеу мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар бұл мамандықты бітірген студенттер тек қана ғылым саласында, білім саласында, кәсіп саласында ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғалық деңгейде де өте жақсы дамиды. Себебі халықаралық қатынастарды бітірген кез келген студент болашақта мәдениетаралық коммуникация орнатуда, сонымен қатар өзге елдердің мәдениетін, ерекшеліктерін білу арқылы өзін жан-жақты дамыта алады дегіміз келеді. Себебі халықаралық, мысалы, академиялық ұтқырлық бағдарламасы негізінде шетелде білім алған күннің өзінде әр мемлекеттің мәдениетімен танысу арқылы адам өзінің ішкі, былай айтқанда, ішкі көзқарасын, яғни басқа елдерді тани отыра, тұлғалық тұрғыдан өте жақсы дамиды деп айтқым келеді. Жалпы талапкерлерге айтқым келетіні, мамандық таңдау бұл өмірдегі ең маңызды таңдаулардың бірі. Сондықтан ең бастысы мамандық таңдауда қателеспей, өздеріңіздің ішкі жан дүниелеріңізді таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Ал егер сіз халықаралық қатынастар мен аймақтану мамандығын таңдайтын болсаңыз, сіз тек қана Қазақстанды емес, әлемді өзгертетін мүмкіндікке ие боласыз.